Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Жаралы уақиға видеоролик тұрсында толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және подписаться баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Таразда 14 жастағы қыз өз-өзіне қол салған. Қыздың үйіне анасы тауып алған. Уақиға орнына келген жерден жәрдем оның өмірін құтқара алмады деп хабарлайды Turkistan.kz порталы. Қайғылы жағдай 23 қыркүйек күні күндіз болған. Анасы біраз уақытта үйден шығып кеткен кезде 9 сынып оқушысы сарайда асылып қалған. Дәрігердің қыздың қайтыс болғанын растады. Жасөспірімнің мұндай қадамға неліктен барғаны белгісіз. Қазіргі полицияға тиісті тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы 105 бабы 3 бөлігі өзін өлтіруге дейін жеткізу бойынша қылмыстық іс қозғалды. Марқұм болған қыз соңғы 2 айда өңірде көз жұмған 7-ші бала болып отыр. Бұл жағдайда байланысты облыстық психологиялық қолдау орталығы жұмыс тобының құрылып, отбасына қажетті психологиялық көмек көрсетілді. Айта кетері, жасөспірім ешқандай есепте тұрмаған. Үлгерімі жақсы болған, мінезі тыныш, айналасымен жақсы қарым-қатынаста жүрген. Тіпті бұзғышылық фактілері тіркелмеген делінген облыс білім басқарма хабарламасында. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау саламат болыңыз.